Ассалаумағалейкум. Сіздерге дөңгелек туралы айтайын. Жазғы дөңгелек. Өзі дөңгелек таңдар кезде нарықта дөңгелектің түрі көп. Қандай екен, қайсысы қандай екен білмейміз. Біразын отзывтарын оқып, әсіресе орыстарда видео көп. Осыған байланысты Royal Black Royal деген Қытайдың дөңгелегін алып тақтым. 205-70-15 екі апта тағып жүрмін. Маған ұнады. Жұмсақ жүреді, дыбыс жоқ. Автобанға шықтым. Автобанға шыққанда автобан стыктарында мысалы оған дейін мен Nokia'ның Tires деген Normand SX2 таққам. Ол тура дыбыс беріп отыр. Тұрасынан өзінде асфальттың өзінде де әнді шулап отыратын. Мынада ондай дыбыс жоқ, шуламайды. Жақсы дөңгелек. Алуға, тағуға тұрарлық кеңес беремін. Және де бағасы да жақсы. Мысалы 2020 жылдың қазан айы қазір. Мен бұны алып тақтым. Мен 15.600 қалдым. Normand SX2 2 жыл бұрын алып таққам, 25.000-нан алғам әрқайсын. Маған қатты ұнамады. Трассада шулап отырады, дыбыс қатты шығарады. Қаланың ішіндегі жырықтарда трассада соттағы оғанда қатты дүңкет не береді. Қысқасы Қытайдың дөңгелектері жақсы. Мынау Nokia'ның Tires деген орыстар мен Европаның бір компаниясы ғой. Орыстың бірігіп жасаған несі. Ұнамады. Сондықтан Қытайдың дөңгелектері қазір алғаш рет тағып отырмын. Соны кеңес берейін деп елге. Өйткені неден іздеген кезде кілең орыстардың видеолары. Royal Black Royal деген Қытайдың дөңгелегі. Жазғы. Қысқысын білмеймін, жазғысы маған ұнады.